Үш заңдылық бақытсыз болудан сақтайды. Бұл 100% дәлелденген. Қырсық шалды. Болайын деп тұрған ісім болмай қалды. Соңғы кезде ойға алған жоспарларым орындалмай жатыр. Бұрын оңай бола салатын. Жолым болмай жүр. Сәтсіздік соңымнан қалмай қойды. Дегенді жиі айтатын болғансыз ба? Мына өмірде ештеңе себепсіз болмайды. Мүмкін өмірдің мына заңдылықтарын бұзып жүрген шығарсыз. Саралаңыз, реттеңіз. Оң әсері міндетті түрде болады. Өзіңіз туралы жаман сөз айтпаңыз. Адам болған соң ренжиміз, ашуланамыз, күйінеміз, мұңаямыз және қуанамыз. Өмірге өкпелегенде адам өзіне жаман ат қойып алады екен. Қазір солардың бірнешеуіне тоқталайық. Мысалы, ең бірінші, менің пешенеме бәріне тек өзі еңбектеніп жетсін деп жазып қойған-ау. Екінші, жолы болмайтын сорлы адаммын ғой, жолым ауыр екен. Үшінші, мен бейбақ қашан адам сияқты демалады екенмін. Төртінші, тірі өлік сияқтымын. Бесінші, топас екенмін. Алтыншы, бақытсызбын. Осы секілді жаман сөздерге өзіңізді ешқашан теңемеңіз. Түрлі сезім шыр көбелек айналдырып, мың құбылтқанда өзіңіз туралы айтар сөзіңізді фильтрден өткізіп үйреніңіз. Өкінішке орай, тек ашулы кезде емес, көңілді кезде де өзі жөнінде жаман сөз айтатын адамдар бар. Әрқашан абайлап сөйлеңіз, өйткені сөз энергия. Түпсана жақсы жаман деп айыра алмайды. Ол жиі қайталанып айтылған сөзді бағдарламалап, орындаудың жолын іздестіреді. Сөйтіп ерте ме кеш пе міндетті түрде шындыққа айналады. Сондықтан өзіңіз туралы айтылған әр сөзіңізге аффирмация ретінде қарағаныңыз жөн. Жақсы сөзді өміріңізде көбірек айтуға тырысыңыз. Себебі жақсы сөз жарым ырыс деп бекерге айтпаған. Бұл әбден дәлелденген. Өмір сүру барысында ескеретін бір жайт: сүрінгенге таң қалмаңыз. Біреу жолынан адасса, жаман ауруға шалдықса, отбасын тастап кетсе, көп қабатты үйдің терезесінен секірмек болса, миллиондаған қарызы бар екенін естісеңіз, қалайша мүмкін емес деп таң қалмағаныңыз жөн. Осы жастарды түсінбеймін. Балаларын ойласа қайтеді? Еркек үшін өзіне қол жұмсағаны несі? Несиесімен жабатын адамдарға таң қаламын. Ауруы асқынғанша қалай жүре берген? Тағы басқа. Осы секілді сөздермен сүрінгендерге таңданбаңыз. Неге? Өйткені таңдану эмоция. Ал эмоция кезде адамның миында химиялық реакция жүреді. Яғни, сол жағдайды өз өміріңізге шақырасыз. Сосын ерте ме, кеш пе міндетті түрде басыңызда қайталанады. Қысқаша айтқанда, кімге таңдансаңыз, соның күйін кешпей қоймайсыз. Бұл 100% анықталған тұжырым. Сондықтан да бақытсыз адамның тағдырына таң қалмаңыз. Керісінше, тек жақсы жаңалықтарға, қуанышты жаңалықтарға таң қалғаныңыз жөн. Өмірдің бұл заңдылығын 2019 жылы түсірілген Оскар жүлдесін жеңіп алған оңтүстік кореялық «Паразит» фильмінен анық көре аласыз. Мүмкін болса, сол киноны мұқият көруге кеңес берем. Тағы бір ескеретін жайт: өмірде бүлінгенді сөз етпеңіз. Қазақта ұлың болса ұрының үстінен күлме, қызың болса жезөкшеге күлме деген сөз бар. Бұл бүлінгеннің өмірін сөз етпе, өсектеме, ешкімді ғайбаттама дегенге саяды. Ал ғайбаттау барлық дінде
үлкен күнә болып саналады. Ғайбаттау біреудің үстінен күлу, тәкаппарлықтың бір сипаты. Тәкаппарлық Құдайдың адам бойындағы ең жаман көретін мінезі екенін діни кітаптарда жазып қойған. Тәкаппар пендені Құдай тәубесінен келтіріп, сөз еткен бүлінгенмен дәрежесін тең етіп қояды, дейді. Сондай-ақ, менменсінген тәкаппар адамға 18.000 ғаламды басқарып отырған құдіретті күштің бар екенін еске салып қою үшін Құдай жолына кедергілер қойып, 2-ақ секундта өмірін шырайын алдырып жібереді. Сондықтан да дана ата-бабамыз әр қашан Құдай қаласа, бұйырса, Алла қаласа, Алла бізге бұйыртып тұрса деп сөйлеуді, және шатасқан адамды айтып, естігенде Құдай аясын, Құдай есіркесін, Алла сақтасын деп айтуды ескерткен. Қарапайым болса да көп адамның өмірін тәжірибесінде көз жеткізген осы 3 заңдылықта абай болыңыз. Сонда бақытсыздық пен сәтсіздік сізден алыстау болады. Қазіргі уақытта аффирмация, визуализация және медитация деген ұғымдар міне осыдан шығады. Демек, адам өз басына жақсылықты да, жамандықты да өзі шақырып тартып алады. Сондықтан, өмірім жақсы, мәнді, сәнді болсын десеңіз, онда айналаңыздағы адамдарды дұрыс таңдаңыз. Өмірге құштар, өмірде бір жетістікке жеткен, өмір туралы көз қарасы оң адамдармен, әр қашан позитивті жүретін адамдармен, ойлайтын адамдармен араласуға тырысыңыз. Ал енді жүрген жерінде өз мәселелерін айтып, өмірден түңілетін, өмірдің барлық қиыншылықтарын инені жіпке тізгендей тізбектеп айтып жүретін адамдардан мүмкіндігінше аулақ жүруге, бойыңызды алыс ұстауға тырысыңыз. Сонда барлығы сізде, сіз ойлағандай, сіз армандағандай болатынына сенімдімін. Құрметті оқырман, каналымнан әртүрлі нақыл сөздер, ғибратты оқиғалар, пайдалы ақпараттар үнемі шығып отырады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыздар.